қызметіне тек қана табыстар тілеймін. Келесі сөз біздің бүкіл дәстүрлі өнер иелері, жыраулар, күйшілер, дәстүрлі орындаушылардың атынан Ерланға берілгелі отыр. Ерлан Рысқали тек қана мынау дәстүрлі музыка өнеріндегі майталман ғана емес, сонымен бірге осы саланы ғылыми зерделеп жүрген жігіт. Бұйырса тамыз айында Ерлан болашақ бағдарламасымен Лондонға оқуға аттанады. Ағылшын тілін жетіп келеді. Ерлан, сөз өзіңе. Ассалаумағалейкум. Енді біріншіден мынау ұлт рухы ұрпақ мұраты деген бірінші республикалық жаңа Қазақстанның мәдениет форумымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Форумда талай дүниелер айтылып жатыр. Мен енді қысқа нұсқа ең керекті дүниені айта кеткім келіп отыр. Осы форумды пайдаланып, өздеріңіз байқап отырсыздар ғой, қазір жалпы біздің Қазақстанда ғана емес, әлем бойынша мәдениет тұралап кері кетіп бара жатыр. Себебі тобырлық мәдениет алдыға шығып кетті. Адамды рухани байытатын, кемелдендіретін, жетілдіретін, ойға жетелейтін өнер, таза өнер кенже қалып қалды. Сондықтан біз мынау енді осы олқылықты толтыру үшін бұйырса мына 5 маусымда референдум өткізгелі отырмыз ғой, ата заңға өзгеріс енгізіп. Тура сол сияқты кішігірім бір біздің 2006 жылы 15 желтоқсанда қабылданған мәдениет туралы заңымызға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу керек деп есептеймін өз басым. Онда мына Қазақ Республикасында, Қазақстан елінде, оның аумағында тобырлық мәдениетке жоқ деген дүниені ашық көрсету керек. Одан кейін кәдімгі ұлтты кісілікке, тұтастыққа, биікке жетелейтін таза өнерді жан-жақты дамытып, соған жағдай жасау үшін де осындай баптарды енгізу керек. Одан бөлек мына жалпы біздің қазіргі жастардың арасында баған ағаларымыздың әңгімелерінен байқап жатсыздар, желіден де көріп жатсыздар. Ұлттық құндылықтарымызды аяқ асты ете салады, аузына не келсе соны айта салады. Қоғамдық орындарда өзін-өзі қалай әдепті ұстау керек екендігін білмей, оны жаңағы бізде жанашырлық ұстап кейде ұмытып қалатын адамдарымыз бар. Мысалы, ойпырмай анау группа бидеп жіберіпті, туды бұтына қысып бүйтіпті, мына жақта мынандай нәрсе деп ананы балалауына өзіміз де кей жағдайда көмектесіп кетіп жатамыз да, соның бәрін дабыралатпай заңменен шектеу қойып, желкесін үзіп тәртіпке салып тастау керек. Ол үшін біздің мәдениеттің заңын қайтадан қарауымыз керек деп ойлаймын. Одан кейін жалпы біздің өзі қарасаңыздар, домбыраны да сындыра салып, ертесінде кешіріңіздерші байқамай қалып, біз мас болып қалыппыз, бүйтіп қалыппыз деп, қашанға біз оның мастығын, еркелігін көтеріп жүруіміз керек. Ол қай мемлекеттің құндылығы екенін біліп жүру керек. Біз өз құндылығымызды өзіміз заңмен қадірлеп қорғамасақ, оны ешкім елемейді, ескермейді де. Сондықтан осы заң саласына ұлттық өнерге, құндылыққа қатысты баптарды енгізу керек деп есептеймін. Англияда англиялықтар демократияның шыңына шыққан мемлекет қой. Солар қазір сол шексіз демократиясының зардабын шегіп жатыр. Себебі олар қазір азғындаудың басында тұр. Еркекпен еркек үйлене салады. Оларға бәрібір. Ол және біз сияқты дамушы мемлекеттер үшін, дамып келе жатқан мемлекеттер үшін бір керемет өнеге сияқты болып көрінеді, әсіресе жастар жағынан. Ал осындайдың барлығын тізгіндеу үшін бізде мәдениет туралы заң және адамға ой салатын дүниені мемлекет тарапынан кез келген жерде қазақтың Алтай мен Атырауға дейінгі ақыраттың барлығына жол ашық қылып, еш кедергісіз насихаттауға қолға алуымыз керек. Мен осыны айтқым келеді. Одан кейін енді 30 жыл болды біздің тәуелсіз мемлекет болғандығымызда. Осы жылдың қарсаңында мынадай дүние ашылса, бұл үстіне нұр болар еді дегім келеді. Осы жылдың 22 жылдың 16 наурызында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы елге жасаған жолдауында бүйтеді ғой. Біз бірліктің бастауы болған дала демократиясына ұмтылуымыз керек деп. Ал бірліктің бастауы қайда жатыр? Даланың демократиясы қайда жатыр? Ол біздің қазақтың салт дәстүрінде ғасырлар қойнауынан өткен
мәдениетінде, өнерінде жатыр, соның өзегінде жатыр. Сондықтан осы ұлттық құндылыққа, ұлттық өнерге көңіл бөлетін кезі жетті деп есептеймін. Қарасаңыздар, республикамыз бойынша мемлекеттік ұлттық өнер орталығы жоқ екен. Қазақтың әр даласында қалыптасқан аймақтық ерекшелікке байланысты өзінің үрдісіменен қалыптасқан әншілік, жыршылық, айтыс өнері бар, күйшілік өнері бар. Осының бәрі бір арнаға тоғысқан мемлекеттің қамқорлығындағы өзінің жеке ғимараты бар, орталық жоқ екен. Астана балет бар, Астана опера бар, драма театрлар бар, бірақ осы өнердің қай саласының болсын, қазақтың даласындағы бүгінгі қанат жайған өнер саласының барлығының басында, қайнар көзінде халық арасынан шыққан таланттар, саңлақтар тұр. Осы кісілердің әруақтарының разылығы үшін, осы кісілердің еңбегі еленіп бір жарқырайтын кез келген шығар. Осы өткен әруақтардың құрметіне деп бір биылғы осы алға келе жатқан домбыра күнінің қарсаңында мүмкін бір орталықты ашу керек шығар. Ұлттық өнердің орталығы. Мен айтайын дегенім осы, көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Тек қана жақсылықтарыңыз, қуаныштар болсын.